Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше хит болып жатқан восточный пирогтың рецептін ұсынамын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен үгілмелі қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер: 250 грамм ұн, 120 грамм сары май, 1 дана жұмыртқа, 1 шай қасық қопсытқыш және жарты шай қасық тұз қажет. Ұнға тұз қосамыз. Және де 1 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Ұнға бөлме температурасында ерітілген сары майды қосып, қолымызбен араластырып, крошка жасаймыз. Крошкаларды қолымызбен қысқанда осылай бірігіп тұруы қажет. Үстіне жұмыртқаны жарып салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Целлофанға орап, тоңазытқышқа 10 минутқа қойып аламыз. Енді салмасын әзірлейміз. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер: қант қосылған, қаймағы алынбаған, қоюлатылған сүт. Өте сапалысын таңдаңыздар. 100 грамм жаңғақ, 100 грамм цукаты, 50 грамм жер жаңғақ слайстары қажет. Жаңғақтарды пышақтың көмегімен орташа бөліктерге кесіп аламыз. Цукатыларды да орташа етіп кесеміз. Мен пирогты осындай асты алынатын формада пісіретін боламын. Пирогтың оңай алыну үшін астына пергамент қағазын домалақтап кесіп алып саламын. Қамырды тоңазытқыштан шығарып, форманың ішіне біркелкі етіп жаятын боламын. Міндетті түрде жиегіне бортиктер жасаймын. Формаға жайылған қамырдың үстінен шанышқымен тесіп шығамын. Қамырдың үстіне жаңғақтарды салып, қолмен біркелкі етіп жаямын. Одан соң цукатыларды салып, оны да біркелкі етіп жайып шығамын. Енді үстіне қант қосылған, қаймағы алынбаған, қоюлатылған сүтті құямын. 160 немесе 170 градуста қыздырылған пеште 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Пештеріңіздің ыңғайына қарай бақылап отырыңыздар. Біздің восточный пирогымыз пісіп шықты. Бетіне жер жаңғақ слайстарын әдемілеп себеміз. Пирогты суығаннан кейін формасынан алып, дастарханға қоя берсеңіздер болады. Пирогымыз ерекше дәмді, жұмсақ, керемет болып шықты. Пирогты осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі кездескенше.